Қосаға мектебі. Саламатсыздар ма? Саламатсызбы. Абай мектебі қосылды. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? 4-ші тоқсанның басталуымен құттықтаймын. Гүлжазира мұғалім естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Жақсы, қалдарыңыз қалай? Ал бастайық, балалар, уақыт өтіп жатыр, иә? Ал кендер құрамы құрылысы, иә? Балалар, біз осының алдында қаныққан көмірсутектерді өттік қой, иә? Алкандарды өткенбіз. Енді алкандардың алкендерден айырмашылығын көреміз. Қазір мен слайдымды ашып алайын. Аштық sana. Oldu ғой. Сет кішкене нелеу болып тұр. Менің даусымда үзіліп баруы мүмкін сіздерге. Ал алкандардың жалпы формуласы қандай болып еді, балалар? Еске түсіріп жіберейік. NH2N. N плюс N плюс? Неше? Айтыңызшы. NH2N плюс 2. NH2N плюс 2 болатын, не? Енді қараңыздар, алкендер дегеніміз, жазып қояйық, молекулаларында көміртек атомдар арасында бір қос байланыс болатын қанықпаған көмірсутектерді атаймыз. Ол жерде қос байланыс қалай түзіледі? Сутегі атомдары үзіліп, әр көміртегіде бір жалқы электрон қалуына байланысты, олар бір-бірімен байланысып, қос байланыс түзеді екен, соларды алкендер дейміз. Егерде бір қос байланыс болатын болса, балалар, онда оларды алкендер деп атаймыз. Ал гомологтық қатарын жазып алайық. Алкендердің жалпы формуласын жазып қояйық, Гомолог деген не, балалар? Айтып жіберіңіздерші, ұмытып қалдым. Андай. Бір-біріне ұқсас. Иә. Ұқсас құрылыммен қасиеттері бар, бірақ бір немесе бірнеше бір СH2 тобымен ерекшеленетін, бір-біріне ұқсас, нені айтамыз? Қасиеті құрылымы бар заттарды гомологтар деп атайды екенбіз, Жақсы, жазып алайық гомологтарды. Атауында айырмашылығы қандай? Ан жұрнағының орнына жұрнағы жалғанады, Этан, этен болады. Ал айтыңыздар, неге метен жоқ? Метен деген зат бар ма? Қаныққан көмірсутектерде метан деген бар ғой, Неге метен болмайды? Неге этиленнен бар? Көміртек атомы біреу болады. Біреу андай. Қос байланыс бола алмайды, Сондықтан да этеннен басталады. Жақсы. Жазып алдық па? Әрі қарай кеттік. Изомериясы. Изомер дегеніміз не еді, балалар? Изомер андай. Құрылымы бойынша ерекшеленетін молекула. Құрамы бірдей, құрылысы әртүрлі заттарды айтамыз, Қараңыздар. Көміртекті қаңқасы бойынша изомер қаңқа дегеніміз, ол міне бір тізбекпен тұр, және бұрышпен тұр, көріп тұрсыздар. Бұлар бір-біріне не болады? Изомер болады. Біріншісі бутен 1, екіншісі 2 метил пропен 1. Мынау төртінші көміртегі орын басушы топ сияқты болып келіп тұр, көріп тұрсыздар ма? Әрі қарай екіншісі қос байланыстың орналасуына байланысты. Қараңыздар.
бутен 1 және бутен 2 деп иә тұр. Енді қараңыздар, санауды қалай жүргіземіз? Байланыс. Қай жағында тұр, жақтан, сол жақтан бастап. Санақты байланыс қай жерде тұр, сол жақтан бастап санақ жүргізе бастаймыз, иә? Әрі қарай үшінші қосылыс класстары арқылы, иә? Яғни біріншісінде ол бутен 1 болып тұр, екіншісінде циклы бутан болып тұр. Цикл құрып тұр да, біріншісінде не болып тұр, тізбек болып тұр, иә? Екіншісінде цикл болып тұр. Түсінікті ғой, ары қарай кеттік. Надя, айтасың ба? Так, алкандардың изомериясы даже кеңістіктік изомерия болады. Цис және транс, иә? Транс дегеніміз орын басушы топ жоғарыда, төменде, әртүрлі жерде болатын болса. Ал цис дегеніміз бірдей орын басушы топ бір жақта орналасатын болса, иә? Жазып алдық па? Кеңістік изомериясы. Уақыт кете ма? Жарайды. Иә, кексін. А что не көміз, иә? Не жоқ па? Не это? Металлар. Сосын ашамыз. Тапсырма беріп қояйын. Ары қарай. Енді юпак номенклатурасы бойынша, иә? Атауларын құру ережесін қарайық. Қос байланысы бар көміртек атомдарының ең ұзын тізбегін таңдап аламыз, иә, бірінші. Одан кейін барып, қос байланысқа жақын жағынан нөмірлейміз. Орын басушы топ емес, қос байланысқа жақын, иә? Ары қарай. Радикалдардың позициялары мен атауларын көрсетеміз. Бұл орын басушы топтардың, иә? Сосын цифрларын үтірмен сөздерден сызықша арқылы жазамыз. Сосын ең жұрнағы бар негізгі тізбекті анықтаймыз. Сосын нешінші тұрғаны не істейміз? Соңына қоямыз, иә? Қараңыздар. Мына жерде мысал беріліп тұр ғой. Мысалға қараңыздаршы. Бірінші ең ұзын тізбекті қараңыздар. Неге басынан бастап нөмірленіп тұрған жоқ? Себебі қос байланыс соңына қарай. Иә, қос байланыс соңына қарай. Соңғы көміртекке жақын орналасқаннан кейін содан бастап санап тұрмыз, иә? Енді қараңыздар. 3, 3, 4, 3 метил. 3 дегеніміз нені білдіріп тұр? Үшінші орында тұр. Үшеу. 3 метил бар. 3 метил бар. Міне біреу, екеу, үшеу екенін көрсетіп тұр. Сондықтан да біз не істейміз? 3 деп жазамыз, иә? Әрі қарай метил бұл не нәрсе? Сол үшеуінің де үшінші, төртінші орында тұрған үшеуі де метил екенін айтып тұрмыз, иә? Сосын ұзын тізбек. Қандай зат? Пентен. Иә, пентан. Оған не істедік? Ең жұрнағын жалғадық. Өйткені бізде не бар? Қос байланыс тұр, иә? Сосын барып 2 деп жаздық. 2 дегеніміз ол мына екінші көміртегіден кейін орналасып тұр қос байланыс деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Сонда пентен неше болды? 2 болды. Пентен 2 болды. Мына жерді қарайық. Дәл солай ең бірінші көміртегін таңдап аламыз, иә, ұзын көміртегіні. Бұл жерде
3 метил, 2 этил, бутен 1 деп тұр. Жазып алдық па? Түсінікті ғой, иә? Түсінбесеңіздер сұраңыздар. Үш метил, 2 этил, бутен 1. Ары қарай кеттік. Қараңдар. Мына мысалды қараңыздар. Жазып алыңыздар. Мына ұзын көміртегі шетінде орналасқан қос байланыс артынан бастап санақ жүргізіліп тұр. Көрдіңіздер ма? 3 деп тұрған 3 орын басушы топтың 3-ші көміртегінде тұрғаны, иә? 3 метил пентен 1. Балалар, енді еске түсіріп айтып кетіңіздерші, біріншісінде неше екіншілік, неше біріншілік, неше үшіншілік көміртек бар? Мына жерде неше біріншілік бар? Я, біріншілік екеу. Екіншілік нешеу? Біреу. Мынау ше. Ол қос байланыс болғанда үшеу болмайды. Екіншілік. Үшіншілік нешеу? Үшіншілік біреу. Үшіншілік біреу, иә? Мына жерде үшіншілік біреу болып тұр. Жақсы, жарайсыздар. Түсінікті ғой, ары қарай кеттік. Өшіріп тастайын. Ал алкендердің химиялық қасиеттері. Қосылу реакциясына түседі, иә? Орын басу реакциясына, тотығу реакцияларына және изомерлену мен бөліну, иә? Жазып алыңыздар ма? Мына қосылу реакциясы енді. Бірінші тез реакцияларын жазып алайық, ары қарай тапсырма орындаймыз, иә? Түсінікті ғой, алкан мен алкеннің айырмашылығын түсіндік қой, иә? Қосылу реакциясына түседі. Химиялық қасиеттерін жазып алайық, сосын тапсырма орындаймыз, балалар. Никельдің қатысында сутегімен әрекеттеседі. Гидрогенерация деп аталады, иә? Екіншісі ылғалдандыру. Сумен әрекеттесу арқылы этил спиртін түседі. Немесе этанол деп атаймыз, иә? Жазып алдық па? Ары қарай кеттік. Галогендеу. Орын басу реакциясына күш түседі ғой бұлар. Галогендеу броммен әрекеттесіп 1,2 дибром этан түзіледі. Гидрогалогендеу. Гидрогалогендеу дегеніміз не? Сутегінде қышқылды да қосып алу, иә? Жазып алдық па? Ары қарай. Үлгердік па? Қанша самсайсы? Жазып болдық па? Ары қарай. Енді қолданылуы. Қай жерде қолданамыз?
Жарылғыш заттардан. Мгм. Машинада антифризге, иә. Каучук, пластмасса, көкөністерді пісіруде. Талшықтар өндіруде. Мгм. Бұны жаңа жазып кеттік қой, сондықтан қажет жоқ, иә. Бұл тағы да реакция қосымша жазылған. Енді Марковников ережесіне тоқтайық, балалар. Қараңдар. Мгм. Ететін марковник ережесі. Ал Марковников ережесімен танысайық, жазып қойыңыздар, иә. Галоген сутектердің сутек атомы сутек көп көміртек атомына, ал галоген сутегі аз көміртек атомына қосылады. Қараңыздар. Енді зер салыңдар. H броммен әрекеттесіп жатыр, иә. Қараңыздар, бром қай жерге барып жатыр? Қазір карандашты алып алайық. Мына жерде айтылып тұр. Сутегі көп көміртек атомына не барады деп тұр? Галоген барады дейді, иә? Мгм. Қараңыздар. Сонда Сутек барады ол жерге. жүрмей бара жатыр. Нем жүрмей тұр. Мына сутегі қай жерге барып жатыр? Сутегісі көпке барып жатыр, иә, мына жерге. Ал бром сутегісі азға барады. Бұл Марковников ережесі. Жазып алдық па? Алкендердің алынуы тез түртіп алайық. Дегидрлеу арқылы, дегидратациялау арқылы, дегидрогалогендеу арқылы және дегалогендеу арқылы. Де деген нені білдіреді, балалар? Дегалогендеу, дегидратациялау, дегидратациялау, дегидрлеу деген не білдіреді? Иә, қазақша айтсақ, не істеу? Алып тастау, иә? Бөліп тастау құрамынан. Жазып алыңыздар. Мен кеше бүкіл жұмысты дайындап, отчетын дайын.
Звугым өшүп капты балалар. Алкендердин колдонулуу. Ой, алкендерге кетип каптык кой. Тапсырма орундаякчы. Жа билим оюнтум кайда кетти? Балалар түшүнүктүү го, я? Тапсырма орундайбызбы? Тапсырма орундап көрейик. Мына жерде мынакей 3-чү тапсырма. 3 метилгексен 1-дин 3 изомерінің формуласын және 2 гомологын жазыңыз дейді. Мына жерге изомерлерін жазып шығайық, я? Жана болды ғой изомерлер. Не бойынша болып еді? Қос байланыстың орналасуына байланысты изомер болды, я? Сосын көміртек қаңқасына байланысты изомер болды. Вот, жазыңыздар. Мына жерге 3 формалы изомерге. Сосын гомолог дегеніміз не еді? Жаңа айтқанбыз. Ұқсас? Гомолог дегеніміз не еді? Ұқсас көмірсутектер, е? Так, сосын қосылыстардың атауы. Мына жерге жазып шығасыздар екінші графасына. Изомер жазасыз, қасына атауын, екінші изомер атауы, үшінші изомер атауы. Оның астына гомолог екеуін жазасыз, қасына атауын жазасыздар, е? Ал тез-тез жазып тастайық. Оқимын. Кітапта да тапсырмалар бар, балалар. Тез-тез мынаны орындасаңдар, сосын ары қарай кітаппен жұмыс жасайық. Кім жазып жатыр? Сәкен мектебі жазып жатыр. Жарайсыздар. Екіншісін Саранжіп мектебі жазып жатыр. Жарайсыздар.
Босаға мектебі бар ма? Жазсаңыздаршы үшіншісін. Ладно. Дәптерге жазып жатыр, қазір фотоға түсіріп жібереміз. Жақсы, жақсы. Тақтаны Сәкен мектебі мен Саранжев мектебі бермейді. Сәкен мектебі кім жазып жатыр? Қасына қосылыстың атауын жаза салыңыздар. Біріншісінде Сәкен мектебі ғой, иә? Байланыс көрінбей тұр, қай жерде тұр? Міне бірде. Бірде тұр, жақсы. Жарайсыздар. Үстіне санын жазып қоя салыңыздар. Жазып отырмыз ба, балалар жазып отырмыз ба? Бірінші гомологтарында біріншісін Сәкен мектебі жазды, иә? Екіншісін Сәкен мектебі жазып жатыр. Жарайсыздар. Молодцы. Жақсы, рахмет. Қазір үлгерсек тағы бір тапсырма орындап көрейік, иә? Сосын ары қарай менде зум бітіп болады. Шаны өшіріп тастайын, жарайсыздар. Ары қарай кеттік. Келесі тапсырманы орындап тастайық. Міне, молекулалық массасы 140 болатын алкеннің молекулалық формуласын табайық. Молекулалық массасы өзі алкен. Молекулалық формуласын. Ал, жарсайық. Шақ мектеп қосылып отырсыздар. 140 Абай мектебі қосылып отырсыздар. Сәкен мектебі кетті. Тақта бос емес. Дәптеге шығарып жіберіңіздер. Аха. Кетіп формуласын жазамыз екен. Ой, жазып кетесіз. Жазып кетесіз. Формула есептештім ғой просто. Формуласын өтті. МРТ солай жағынан. Он. Есепте МРТ сеш алдын. Сочинің алдына қойып ше МРТ. Эмер. Сен С-нің молекулалық массасы қанша? 12. Декен болады. Декен. Жарайсыздар. Сәкен мектебі прям қалай шығару керек екенін жазып жатыр. Ал Саранжев мектебі ойша шығарып тастадыңыздар ғой дейм, ә? Жарайсыздар. Дұрыс жауабы мына шығып тұр. Молодцы. Аны өшірейін. Жарайсыздар. Бірдей тең келе жатырсыздар Сәкен мектебі мен мектебі.
Өте тамаша. Міне, тура осылай Сәкен мектебі жана шығарып берді бізге, иә? Ал Саранжев мектебі бірден ойша шығарып тастап жатыр. Жақсы. Негізі біз дәптерге берілгенімен осылай жазып алуымыз керек, иә, балалар? Звонок болғасын даусымды өшіре тұрдым кішкене. Ал енді әріптестер, менде не қалып қойды? Уақытым аз қалды, иә, зумның бітуіне. Егер барлығы түсінікті болса, балалар түсінікті ма? Енді есепті шығарып, жақсы қатысып отқандарыңызға қарағанда түсінген сияқтысыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Мен сіздермен қоштасам. Уақытым аяқталып қалды. Әрі қарай әріптестер аяқталғанша жалғастыра беріңіздер. 88-ші бетте тапсырмалар бар. 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші тапсырмадан бастап өзіміз орындай берейік, кітаппен жұмыс жасай берейік. Так, звугын қалай өшіріп бала. Не шыға береді. Не білу неге шыға береді. Шыға бересіз ба сіз, Гүлмира мұғалім? Ертең шымыр менен қарындаштарымыздан Енді айтып қойсаңдаршы, мен білмеймін.